Барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге Аймет каналында әдеттегідей мен Құдакелді Айжан. Бүгін берса сендерге қаңтар ұбт-дан алдын осы видеоны көріп алып, прям барлығын түсініп, қаңтар ұбт-ға қалай қорықпай кіру керек, қалай қаңтар ұбт-ны сәтті тапсыру керек, және қандай қателіктерді жасамау керек деген сияқты барлық сұрақ талдайтын боламын. Сол үшін де менің бүгінгі видеомды соңына дейін көріп, арнама жазылып, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сендердің маған берген қолдауларың менің алдағы уақытта өте көптеген видеолар шығаруыма түрткі болады. Және де міндетті түрде 10-11 сынып оқитын достарыңа осы видеоны жіберіп қой. Қаңтар ұбт-ға дайындық бұл оқушылардың бойындағы ең үлкен қорқынышпен жүретін ұбт. Не үшін? Менің өзімде қаңтар ұбт оқиғам, жалпы дайындығым жайлы айтатын болсам, мен қаңтар ұбт-ны 2023 жылдың қаңтар айының 27-сіне тапсырдым, қателеспесем. Және сол кезде менің өмірімдегі ең қатты қорқып кірген ұбт-ым осы қаңтар ұбт болды. Мен қаңтар ұбт-тан алдын жалпы курсты ерте, яғни август айында сатып алдым 11 сыныптың. Солай курстың барлығын оқып, түсініп, тақырыптарды түгел біліп жүргеннің өзінде мен қаңтар ұбт-та жалпы кіруден алдын, ұбт-дан алдын өте қатты қорыққан болатынмын. Сол үшін сендерге бірінші айтар кеңесім, қаңтар ұбт-ға ниет етіп, осы дайындықты бастадың ба, енді қаңтар ұбт-дан қорқудың ешқандай да керегі жоқ. Сен қаңтар ұбт-дан қорыққан менде жалпы өзіңді олай қорқыныш, үрей сезімдермен бойыңды билеп, олай жүргенмен саған ешқандай пайда алып келмейтінін сен бірінші орында түсініп ал. Сен үшін маңыздысы бұл қаңтар ұбт-тан 130-140 балалы рекорд қою болмасын. Сен үшін маңыздысы ол сапалы оқу болсын. Мүмкін сен қаңтар ұбт-тан 130-140 алатын шығарсың, бірақ ертең шын ұбт-ға барған кезде аз бал алып қалсаң, ең обидно болатын сол да. Мысалы, менің өзімде қаңтар наурыз ұбт-дан 132 бал, ал шын ұбт-ға келген кезде 120-121 балды алып қалдым. Бірақ мен ешқандай да өкінбеймін, но арасында кейде 11 сынып бітірген кезде кейде чувство болғанда менде неге бұлай мен регеске түсіп кеттім деген сияқты. Сол үшін ертең болашақта шын ұбт-та жоғары бал алатын болсаң, қаншалықты жоғары бал алсаң, соншалықты өзіңе жақсы да. Ертең грантқа түсіп кетуіңе де уайымдамайсың, 130-140 балдың арасында алсаң. Сол үшін бірінші орынға қаңтар ұбт-ны қойып тастама, бірақ қаңтар ұбт-ға прям четко күшті дайындал. Себебі сенің қаңтар ұбт-ың сенің ары қарай осы ұбт-дан кейінгі дайындығыңа ол өте қатты әсер етеді. Мысалы, менің өзім қаңтар ұбт-дан 132 балды алып шыққаннан соң менде басында эмоция болған жоқ, қуану немесе басқа да бір эмоция болған жоқ, өзім түсінбей қалдым да. Сол қаңтар ұбт-тан шығып, сосын барып мені VIP топтарға тегін ары қарай 140 онлайнда, яғни курста ары қарай тегін дайындауға алды. Сол кезде мен өте қатты қуандым, түсіндім. Жұрттар қайта ақша төлеп оқитын курсты мен тегін оқимын деген сияқты сондай сезімдер болды. Сосын наурыз ұбт-ға ары қарай дайындық басталып кетті, оған бұйыртса алдағы уақытта бөлек видео түсіремін. Енді мен қаңтар ұбт-тан алдыңғы процессті айтып өтейінші. Мен қаңтар ұбт-дан алдын бір күн бұрын кәдімгідей өзім қайталағым келген дүниелерді, яғни химиядан формула деген сияқты, МС-дан формула қайталап жүрдім, биологиядан бүкіл сыныпты қайталадым. Сосын бір күн бұрын мен ертеңгі күнге будильник қойып солай жатам. 4-тен асаға ма будильник қоямын, бірақ мен будильниктен бұрын тұрып кетемін, өте ерте тұрып кетемін. Өте қатты қобалжыған ұбт-ым осы мен қаңтар ұбт болды. Білмеймін, басқа оқушыларда жалпы қалай болады, бірақ менің өзімде сондай болды да. Өте қатты қобалжығаннан, мысалы андай болады ғой, ертең таңертең ерте тұру керек деген күн сен тұрмайсың. Но бірақ сен ол күннің маңыздылығын түсінгеннен, мысалы ертең сен шетелге баратын болсаң, таңғы 7-те 6-та сен ертең точно 4-5-те тұрып аласың да, дайындаласың, қуанасың деген сияқты ғой. Сол сияқты менде де қаңтар ұбт-тан алдын сондай сезімдер болды. Әрине қуану жағы емес, қорқыныш жағынан, уайым жағынан сезімдер болды да. Сонымен мен қаңтар ұбт-ға ерте тұрып алдым. Сосын өзім тағы қайталайтын заттардың барлығын, дәптерлерімді, конспекттерін ашып тұрып, бәрін қайталап, еще жолда да МС-дің формуланы алып алғанмын ғой. Тоже жолда да қайталап бардым. Достар, мен ұйқым келіп тұр. Сабақтан келіп, сендерге видео түсіріп отырмын. Бағалаңдар, достар. Қаңтар ұбт-ға солай кіріп шықтым, және кіргеннен кейін мен қаңтар ұбт-ты отқан кезде сендерге айтар кеңесім, оқушылар мұқият тыңдаңдаршы. Сендер әрбір балды жинап аласыңдар ғой. Ол 120 сұрақ саған беріліп тұрма, сол 120 сұрақтың әрбірін сен мұқият белгіле. Оның 1-2 сұрағын осылай, ой, биологиядан 2 сұрақ білмей қалдым деп наугат белгілеп, химиядан 5-6 сұрақ білмей қалдым деп наугат белгілеп, МС-дан есептер дұрыс шығара алмай қобалжып, оны тоже наугат белгілеп, примерно осы келеді-ау деп белгілеп кете берсең, сенің балың ертең
өзің ойлағандай балл болмай қалуы мүмкін. Сол үшін наугад деген дүниені ойдан алып тастаймыз. Наугад деген дүние мүлдем ойламаңдар. Менің өзім мысалы олай наугад дегенді мүлдем білмеймін, өмірімде олай белгілемеймін ше. Мысалы сен тестте отырсын, биологиядан бір сұрақ тұрады, и астында 4 вариант тұрады. Мен бұл сұрақты мүлдем түсінбей жатырмын, білмей жатырмын ба, мен келесі сұраққа өте беремін. МС-дан да солай да, мен оқып түсінбей жатырмын, оның есепті шығарып көріп жатырмын, бірақ шығара алмай жатырмын да, жауабы дұрыс шықпай жатыр. Сосын мен ол есепті аламын да тастаймын, басқа келесі сұраққа қарай кете беремін. Сол сияқты басқа пәндерден де осылай ұбт-да отырған кезде өзің білетін сұрақты белгіле, білмейтін сұрақты қалдырып кет болғанда бұның құпиясы неде айтайын ба? Мысалы сен наугадты да белгілейсің, өзің білетін сұрақты да белгілейсің, мысалы 120 сұрақтың бәрін белгілеп тастайсың. Сосын сен компьютердің шетінде сағатқа қарайсың, сағат әлі сенде 1,5 сағат 2 сағат уақыт бар. Но сен бүкіл сұрақты қайтадан басынан көресің. Оқу сауаттылықтан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, МС тағы 1, 2, 3, 4-тен бастап 10-ға дейін, биология бірінші сұрақтан бастап 45-ші сұраққа дейін көріп шығасың. И ол көріп шыққан кезде сен өзің дұрыс белгілеген сұрағыңды орнын ауыстырып жіберіп қате белгілеп қоюың мүмкін да. Сол үшін сен өзің білмейтін сұрақтарыңды ғана белгілемей кет, кейін уақыт қалама, сол білмейтін сұрақтарыңды ғана белгіле. Яғни басқа сұрақтарға өзің алдында біліп белгілеп кеткен сұрақтарға тиіспе. Сол арқылы сен өзіңнің қателігіңнің алдын аласың да, ертең минус балдарыңның алдын аласың осылай. Мен өзім мысалы шын ұбт, екінші шын ұбт кезінде оқу сауаттылықтан барлық сұрақ белгілеп қойғам, бірақ уақыт бар ғой деп оқу сауаттылықты ашып бастан қарап шыққан кезде бір сұрақты мен өзгертемін. Мен сосын оқу сауаттылықтан 15-тен 14 балл аламын, и сол кезде бір қате сұрақ менде сол өзім өзгерткен сұрақ болып шықты да. Сосын мен өкіндім, менде босқа бір балдан айырылып қалдым ғой деген сияқты. Сол үшін сендерге айтарым, міндетті түрде өзің білетін сұрақтарды белгілеп шық, білмейсің ба қалдырып кет. Оның ешқандай жаман жері жоқ. Білмейтін сұрақтарында кейін уақыт қалған кезде тек сол білмейтіндерің, яғни белгіленбей тұрады ғой іші босып, сол сұрақтарды басып кіріп, соны ғана белгілеп шығасың. Вот, қаңтар ұбттан бұл лайфхак сендерге, қаңтар ұбты ғана емес, шын ұбтыға дейін осы тәсілді қолданыңдар. Оқушылар, мен сендерге осы тұста болашақ грантиктерге арнап марафон жасап жатырмын. Осы марафон жайлы айтып өтейін. Менде бұл марафон алғашқы 2026 жылдың бірінші потогы. Осы бірінші потокта мен сендерді күтемін. Марафон жайлы толық ақпарат білу үшін мұнда телеграм номер қалдырам, осында жаза қой. Және марафон туралы ақпарат шығарып өтейін. Бағасы 2990 теңге. Егер сен 3 досыңа жіберіп және YouTube арнама жазылып маған скрин жіберетін болсаң, телеграмға мен сені 1400 теңге скидкамен қабылдаймын. Және сол үшін марафонға ертерек үлгеріп қал. Оқушылардың саны санаулы, орын санаулы ғана бөлдім. Әр оқушымен жеке байланыс жасап, 21 күн бойы ортақ группада да байланыс болады, жекеде байланыс болады. Сендердің әрбіріңе, мысалы, кейбір оқушыда жоспар бойынша қиындық болады, кейбір оқушыда отчет беру бойынша қиындық болады. Соның барлығын қарайтын болам. Күнделікті отчет жіберу, одан бөлек сендерге күнделікті мотивация, сендерге күнделікті дисциплина қалыптастыруға арналған қадамдар мен түрлі кеңестер айтатын болам. Сол үшін де мен сендерді осы марафонда күтем, және осында марафон жайлы отзывтарды қалдырып өтейін. Былтырғы жылғы ендеше мен сендерді марафонда күтем. Бұйыртса грант иегері атануларыңа тілектеспін. Ары қарай жалғастыратын болсақ, қаңтар ұбтыға сендерге уже бір күшті лайфхакты айтып кеттім. Енді келесі менің қаңтар ұбтыға дайындығым жайлы айтып өтейін. Мен қаңтар ұбтыға дайындықты жалпы мен қаңтар ұбты ғана емес, кез келген ұбтыға дайындықты міндетті түрде 1 ай алдын қайталау жұмыстары бойынша дайындық жасайтынмын. Қаңтар ұбтыға да сол сияқты дайындалдым. Мен августтен бастап сентябрь, октябрь айларында биология, химия пәндерінің курс оқып, ары қарай біртіндеп 3-ші айдан бастап тарихты, МС-ді деген сияқты қосып алып отырдым. Солай мен биология, химия, МС, тарих бойынша курсты толық 140 онлайнда сол декабрь, январь айларына таман аяқтадым. И мен ойлаймын, бұлай курсты сапалы оқып, әрбір пәнді маңызды етіп дұрыстап оқыған оқушы шын ұбтыға да, қаңтар ұбтыға да өзінің дайындығын күштеп жасаған болады. Мен де сондай оқушылардың бірі болдым. Курста 4 пәнді оқып, үздік оқып шықтым. Топ 10 оқушылардың ішінде болдым. Жақсы оқыдым, түсініп, бастысы өзім үшін оқыдым, для галочки емес. И сонымен барып мен қаңтар ұбтыға декабрьдің 20-ларына таман ба солай тіркелдім. Сол тіркелген кезде мен бастанда ешқандай бір ұбтын сезініп чувство болған жоқ, бірақ ұбтыға тіркеліп боласың ғой, бағасын, ақшасын төлеп, сосын барып менде кәдімгідей бір қаңтар ұбтының келе жатқанын өзімде бір андай сезім болды да. Маған уже қаңтар ұбтыға 27-сіне тіркелдім, демек маған примерно бір айдан асық уақыт қалды. И осы бір айдан асық уақытта мен не істей аламын деп өзіме сұрақ қойдым.
солай мен биологиядан, химиядан, МС-дан, тарихтан нақты күндерге бөліп өзім 7 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін түгел қайталап шықтым. Мысалы мен бір күнге биология мен МС-ді, келесі күнге химия мен тарихты қоятынмын. Мысалы МС-дан мен тек қана курстың тапсырмасы, курстағы есеп шығару, курстағы практикалық сабақ, нұсқа талдау ғана тіреліп сонымен шектеліп қалған жоқпын. Мен одан бөлек, курстан бөлек өзім матсауаттықтан файлдар болатын, PDF файлдар. Сол файлдарды ашып, күнделікті 20 есеп бар шығаратынмын. Мысалы бүгін био мен МС оқу керекпін. Биодан кәдімгі дайындықтарымды жасаймын, кітап оқимын, жұптық жасаймын деген сияқты ғой. Биологиядан бүкіл қандай дайындық жасау керек, мен сендерге алдыңғы кеңестен айтқам, солардың барлығын жасайсың. Оны жасап болам ба? Менде 2 сағат МС-ге бөлемін да көңіл. 2 сағаттың 1 сағат мысалы курсқа кететін болса, курстың тапсырмаларына, ал қалған 1 сағат, жарты сағатын мен нұсқа талдауға, МС-дан бір нұсқа және МС-дан күніне 20 есеп шығару осы файлдан деп мақсат етіп қоятын, сол файлдан есеп шығаратынмын. Зато менде тұрақтылықпен, аз-аздан үздіксіз жасаған амалдың нәтижесінде мен МС-дан ешқашан қиналған жоқпын. Үнемі матсауаттылықтан болсын, басқа пәндерден болсын, тақырыпты түсініп оқығаннан кейін маған ұбт-ға барған кезде қиын болған жоқ. Солай дайындалдым, ал келесі күні менде химия мен тарих келеді. Химия тарих комбинациясы бойынша тоже химиядан да курстағы тапсырмаларды орындап, одан бөлек өзім күндерге бөлгенім бойынша қайталау жұмыстарын жүргізем. Онан артынан бар тарих келеді. Тарихтан да мен Жұбанышев сияқты кітапты тоже жаттадым, курсқа ғана тіреліп қалған жоқпын. Тарихтан да мен нұсқа талдау жасадым, биологиядан да, химиядан да, МС-дан да барлығынан күнделікті нұсқа талдау жасап отырдым. Биология мен МС-дан бір-бір нұсқа жасаймын, келесі күні химия мен тарихтан бір-бір нұсқа жасаймын. Нұсқа жасаған кезде мен сендерге үнемі айтамын, дәптерді ал, қолыңа жазбаша есеп пән болса, солай мұғаліммен жарысып өзің шығар. Тоқтатып қой видеоны, өзің шығар, мұғалімнің айтқан дұрыс жауабымен тексер. Сол сияқты нұсқа талдауды жасаған оқушының ертең практикасы өте жақсы дәрежеде болады. Ертең ол ұбт-ға барып отырған кезде 4 варианттың мына 2 вариант ұқсас қой деп өзі мия ашып отырмайды. Ол уже бірден вариантпен жұмыс жасау керек екенін, сұрақ түсініп оқу керек екенін, және қайсысы уже басқа жауапқа жататын, бұл жауапқа мүлдем сай келмейтінін түсініп отырады, прям барлығын четко белгілейтін болады. Сол үшін қазірден бастап практиканы дамыт. Ертең әбден шын ұбт-ға тірелген кезде, қаңтар ұбт өткеннен кейін, әбден аз балл алғаннан кейін мен нұсқа талдау жасау керекпін деген ойды алғанша, қазірден бастап тұрақтылықпен жай ғана күнде 1 сағат уақытында нұсқа талдауға бөл. Менің өзім жаңа айтып өткендей, 1 ай мысалы уақыт қалса, сол 1 айға өзім кітаптарды бөлдім. Мысалы, биология мен МС-дан бүгін мен биологиядан, МС-дан бүгін дайындалатын болсам, биологиядан мен 7 сыныптың 4 тарауын оқимын деген сияқты бөлдім. Келесі күні химиядан 4 тарау оқимын, одан бөлек есеп шығарып, курс тапсырмасын орындаймын. Және сол сияқты одан келесі күн қайтадан биология. Осылай бір аптада мен 1 сыныпты бітіріп тастайтындай, 1 сыныпты бітіріп тастасаң, келесі күні уже келесі аптадан бастап уже келесі 8 сыныпта жасын. Одан келесі апта 9 сынып деген сияқты сен 5-6 апта, 1,5 айдың ішінде сен негізі осы августтен бастап сентябрьге алған біліміңді ары қарай қайталап шыға аласың. Сол үшін сен қазір бұл видео мүмкін қаңтар ұбт-ға ертерек қателіксіз дайындалайын деп ерте көріп отқан шығарсың. Сен қазір сол үшін мен айтып отқан амалды жасаш, аз-аздан тұрақтылықпен үздіксіз жасалатын амалдарды өзіңнің осы дайындығыңа қос. Я мен саған қазір ойбай қайтала 7-тен бастап 11-ге дейін деп айтпаймын. Өйткені сен қазір курсты енді оқып жатырсың, тақырыптарды енді түсініп жатырсың. Сен бастысы барлығын өзің үшін оқы. Біреу үшін емес, куратор үшін емес, жұбың үшін емес. Барлығына өзіңнің жауапкершілігіңді ал. Ата-анаң саған қаншама курс алып беріп, саған үміт көздерімен қарап отыр ғой. Сені болашақта мықты дәрігер болады, мықты маман болады, мықты мұғалім болады. Мен қызым, ұлым ең күшті маман иесі болады деп отқан кезде, сенің бәрін өтірік, просто жасағаның, курсты сапасыз орындағаның, қазір бір жігітті қызды демесе ойлап жүргенің, достарыңның просто күнделікті ойын сауықпен өткізетін уақытыңды достарыңмен ойын сауықпен өткізетін болсаң күнделікті, сол сияқты өміріңді осындай тұста, осындай жақта өткізіп жататын болсаң, онда сенде ертең наурыз ұбт, қаңтар ұбттан соң ғана барып оянасың да, ондай оқушылар оянады. Сол кезде барып түсінеді, мен дұрыс жасамай жүрмін, мен қалай дайындаламын. Маған да көп оқушы жазып кетеді көктемде. Марафон жасайсыз ба? Мен қалай дұрыс оқысам болады? Мен кітап оқымағанмын осы уақытқа дейін, енді маған кітап оқу керек, балымды көтере алмай жатырмын деген сияқты өзінің сондай жыланып бір оқиғаны айтып жатады да. Сол үшін сен қазір менің осы видеомды көріп жатқаным мүмкін бір белгі шығар да. Мен саған бостан босқа қақсап кітап деп айтпаймын, бостан босқа курсты өзің үшін оқы деп айтпаймын. Бұның барлығынан мен өттім, мен түсіндім. Мен мысалы жасаған қателігім шын ұбт-та аз балл алып қалдым ғой.
ол менде өзімді қатты аямай қаңтар наурыз ұбытқа дейін өзімді прям аямай оқыдым. Шын ұбытқа келген кезде уже көктемгі әлсіздік, сабақ дұрыс оқуға қайталауға күштің болмауы деген сияқты проблемалар болды. Сол үшін дұрыс тамақтан, дұрыс ұйқы режимін қолдан, өзіңнің өміріңді өзің дұрыс жаққа өзгерте алда. Сен қазір солай дұрыс дайындықпен, дұрыс режиммен, дисциплинамен ұбытқа дайындалсаң, ертең шын ұбытқа дейін шаршап қалмайсың, сен қиналмайсың, барлығы жақсы болады. Өзіңде андай бір үлгеріп жүргеннен кейін сендер андай қорқыныш, жаман сезімдер болмайды да. Сол үшін қазірден бастап жақсылап дайындал, сапалы дайындал. Қаңтар ұбыты келе жатыр, қаңтар ұбыттан жақсы өту керекпін деп слифті жаттап кіре салма. Қаңтар ұбыттан мүмкін сен слиф жаттап жоғары балл алатын шығарсың, мүмкін жақсы деңгейде көрінетін шығарсың, бірақ сенің шынайы білімің ол дәрежеде болмаса, онда саған бұл слифтің, бұл білімнің ешқандай керегі жоқ. Оны өзіңде жақсы білесің. Өйткені қаңтар ұбытыдан сен 130 алсаң да сен ешқашан грантқа түсе алмайсың. Ол балмен тек платный оқуға түсе аласың. Мысалы, мұның өзінде 130 алған оқушылар бар да, платный оқиды, бірақ қаңтар ұбытының 130 балымен платныйға түседі. Но шын ұбытта сол 130 балды алсаң, ол ең күшті сезім ғой, ең күшті өзіңді мақтан тұтатын сәт болады да. Сол үшін сен шын ұбытқа әрекет жаса. Қаңтар ұбыты немесе наурыз ұбыты, одан аз алдым, басқа болды, анау болды, мынау болды деп өзіңді ешқашан қинама. Оны мен қазірден бастап айтып жатырмын. Мүмкін қаңтар ұбытқа ерте шығар, но сонда да бұл ең маңызды периодта. Сен қаңтар наурыз ұбытынан сынып қалатын болсаң, өзіңді өзің төмендететін болсаң, сол кезден бастап ұбытыға деген сенімің, ұбытыға деген настройың дұрыс болмаса, онда сен ертең шын ұбытыға барғанда қатты қиналасың. Сондықтан да мен саған айтарым, қазірден бастап өзіңді қамшыла, өзіңді аяма. Өзіңді аяма болғанда дұрыс жағынан да. Мысалы, сен өзіңді телефонға кіріп кетіп, инста, тикток көріп, өзің сондай жағынан жалпы уақытыңды өткізіп жатсың ғой. Но сен сол уақытты қаңтар ұбытыға, наурыз ұбытыға, шын ұбытыға бар күшікпен арнайтын болсаң, солай кірісетін болсаң, сенің өмірің әлде қайда жеңіл болады да. Сен негізі біреуден көретін шығарсың, мысалы, осы уақытқа дейін химияны мысалы мектепте дұрыс оқымадым, немесе осы уақытқа дейін мен биологияны оқымағам деген сияқты да. Немесе мұғалімдерден көру мүмкін дұрыс түсіндірмейді, МС апайым неге математиканы шығарта береді, неге МС шығартпайды деген сияқты сондай ойлармен, солай біреуді айтып, өзіңнің өміріңді өз қолыңа алмай, солай біреудің ықпалымен жүргендей адам болып жүре берсең, солай жүре бересің. Сен бәріне үлгеруіңе болады. Бастысы телефон, интернет дегеннен өзіңді шекте. Бұл әлемде қазір жылтыр әлемде әр нәрсе бар. Реклама, жүрген жерің барлығы сені бәрін өзінің мысалы курсына сені шақырып жатады. Сені бір товарларды сатып алуға шақырып жатады. Инста, тиктокта өзінің видеоларымен рекке шығып, сені соған байлап отырды адамдар. Сен сол видеоны көріп, өзің уақытыңды босқа өткізіп, біреудің өмірін көріп, соған қызығып отыра берсең, сенің өмірің сол біреудің өмірін көрумен ғана өтіп кетеді. Сол үшін қазір сенде ең күшті кезең. Не үшін? Сен қазір ата-анаң жанындасың. Сен үлкен өмірге қадам басайын деп жатырсың. Сен ертең студент боласың. Студент болған кезде сол осы мектептегі сәттеріңді, ұбытыға дайындалған сәттеріңді сағынатын боласың. Сол үшін сен қазір бұл сәттерді қиын деп қабылдама да, барлығын жеңіл қабылда. Сен оның барлығын жеңіл қабылдасаң, тұрақтылықпен ұйықтап, тұрақтылықпен сабағыңды уақытылы жасап жүретін болсаң, негізі қиын ештеңе жоқ. Көбіне біз адамдар өзіміздің өмірімізді өзіміз қиындатып аламыз. Біз ерте дайындалмаймыз ғой. Әбден мысалы оқушылар жүреді да, дедлайн субботама, сабақ тапсыру субботама, сол субботаға қарай дайындалады, жұма күні дайындалып бастайды, кітаптың бетін сол кезде ашады, сол кезде жұптық жасайды деген дейді. Сен бір күндік памятпен ертесі күні, сенбі күні сабақ тапсырасың, ары қарай болды, ақпараттың бәрін ұмытасың. Бұл саған тұрақты сондай ұзақ уақытқа жететіндей жадта болмайды да. Сол үшін сен қазір сондықтан да қазір сен тақырыпты түсініп, мұқияттылықпен оқы. Әр күніңді пайдалы өткіз. Уақыт деген менде де 24 сағат, сенде де 24 сағат. Мен сабаққа барып, одан бөлек ұйқым келіп тұрса да, мысалы, видео түсіріп отырмын. Немесе менің өз таңдау еркім өзімде да, мен мысалы телефон шұқылап отыруым мүмкін, инста көріп отыруым мүмкін, біреумен сөйлесіп отыруым мүмкін деген сияқты ғой. Сол сияқты сен де таңдау еркің өзіңде. Алла тағдыр етіп жазады. Бұл мысалы өмірде қашан сен дүниеге келесің, қашан өмірден өтесің деген сияқты. Бірақ сенің ұбытыға дайындалу, дайындалмау жолдарың ол екі түрлі жолмен берілген да. Сен дайындалуың, дайындалмауың ол өз еркіңде. Сен Алла қаласа оқуға түсіп кететін шығармыз, мүмкін бұйырса түсеміз ғой деп жүрсең, бірақ өзің ешқандай әрекет жасамасаң, қайдан түсесің?
просто удачаға сену, білмеймін, менің өзіме ол ұнамайды. Әрқашанда менің ұстанатын қағидам ол 100% әрекет жасау. 100% әрекет жаса, еңбек нәтижесі міндетті түрде болады. Сен ешқашан тоқтама, әрқашан өзіңді қамшылап отыр, өзіңді аяма. Сен бүгін жақсылап дайындалсаң, ертең міндетті түрде нәтижесін көресің. Мен де өзім мысалы 3-ші курсқа өтіп жатып, бірінші курстың немесе екінші курстың студенттері оқуға түскен, олардың историясын көріп отырып, маған мысалы курста куратор болған кезде кей оқушылардың кураторы болдым, немесе марафон жасағанда кей оқушыларды мен апай деп жүрді, и сол оқушылардың историясын мен көремін телеграмнан, басқа жақтан. Сол кезде мен өзім білмеймін, қуанам бар ғой. Кеше ғана мысалы ұбт-ға дайындалып, қиналып жүрген оқушы бүгін уже ең күшті сәттер өткізіп жатыр өміріндегі. Ең керемет студенттік күнін өткізіп жатыр. Сол сияқты сенің де студенттік күндеріңе аз қалды. Сол үшін әрекет жаса, тоқтама. Сосын тағы бір айтып өтерім, мысалы жылана беретін адамдар болады ғой, өміріне разы болмайтын, жылана беретін, қиналып өмір сүретін. Сол оқушы ұбт-дан өтетін шығар, бірақ ары қарай ертең студент болған кезде ол кезде жыланып өмір өткізеді. Жұмысқа барған кезде студенттік күнді сағынады, бірақ жыланып жұмысқа барғысы келмей жүреді. Сол сияқты сен түсіну керексің. Қазір сен әрбір сәттен бақыт таба білсең, әрбір сәттің ләззатын сезіне білсең, сенен бақыттыдан болмайды ғой. Просто сен өміріңді қината бересің да, жылай бересің, шыдамсызсың, сабырсызсың. ұбт-ның да мысалы жаман жақтарын көресің да, бірақ жақсы жақтарын көрмейсің. Ертең саған ұбт грант алып келетінін сен ойлашы. Сен сондықтан да қазір әрекет жаса, өтса, ертең бір гранттың иегері болып, үлкен қалаға арман басып келесің. Арман қуалап келесің. Оқисың, өзің көріп жүрген фотосын инстадан көретін, ютубтан көретін, сол мысалы МОАда немесе Асфендияров немесе басқа да СДУ, КМУ немесе Абай сияқты университеттерде сен өзің оқисың, ойлашы. Просто ғой, өздерін аямау керексіңдер да, уақыттың қадірін білу керексіңдер, дұрыс пайдалана білу керексіңдер. Қаңтар ұбт деп мен мысалы осындай кеңестер айтып отырмын, себебі сендерге психологиялық тұрғыдан дұрыс кеңес бергім келеді, дұрыс ой салғым келеді. ұбт-ны қиын деп емес, оңай етіп, өзіңнің өміріңді өзің жеңілдетіп сүрсең, бұйыртса ол ұбт-дан да өтесің. Қаңтар ұбт-ны бастысы сен практика ретінде қабылда. Сен болашақта ертең қаңтар ұбт-тан аз алып қалып, сосын өзіңді өзің тастап жіберетін болсаң, ертең шын ұбт-ға келген кезде өмірің өте қатты қиын болады, шыны керек. Сен қазірден бастап сол үшін психологиялық тұрғыдан дайын болды. Қаңтар ұбт-тан әрине көп алуға әрекет жаса, барынша қолынан 100% әрекет жаса, есе болмай жатса, ол да бір хайыр деп қабылда. Ал оны болғызу үшін, жоғары балл алу үшін міндетті түрде Алладан тілеп, әрекетіңді 100% жасап, күнделікті дұғада болып, одан бөлек тестте отқан кезде жаңа айтып өткен мен айтқан лайфхакты қолданып, әрбір вариантты, әрбір сұрақты мұқият қарастыратын болсаң, ешқашан наугад ұрмай, ештеңені бостан-босқа белгілей салмай, дұрыстап түсініп жасайтын болсаң, сен бұйыртса жоғары баға жете аласың. Бірақ менің өзімді мысалы қаңтар наурыз ұбт-тан 132 алып, шын ұбт-ға келген кезде балым түсіп кетті. И сол түсіп кеткеннің өзінде мен шүкір грантқа балым жетіп, өзім армандағандай МОАда оқып жатырмын. Бірақ сен ертең қаңтар наурыз ұбт-тан жоғары сливпен немесе жалпылай оңай сұрақ келіп ба, солай жоғары алсаң, сосын шын ұбт-ға келген кезде босаңсып жүретін болсаң, дұрыс дайындалмасаң, балың 120 емес, одан аз болып қалса, енді грантқа түсу мүмкіншілігі төмендей береді. Сол үшін сен ешқашан жаман ойларды ойлама. Сен әрекет жасасаң, тақырыпты түсінуге тырыссаң, ол тақырып бастысы, главный мән мағынасын кітап бойынша түсініп оқып алатын болсаң, тестке барғанға дейін көп практика жасап, нұсқалар талдап, курстың тапсырманы орындап жүрсең, негізі жақсы балды алып шығуға болады. Бастысы қатты қорықпа да. Бұйыртса қаңтар ұбт-ға кірген кезде қорықпа. Барлығы жеңіл болады, бұйыртса жақсы болады деп қабылда. Сен қорыққанмен шыны керек ештеңе өзгермейді, но өзгеруі мүмкін. Сенің балың режесі кете беруі мүмкін қорыққан сайын. Адам қорыққан сайын ұйықтағысы келе береді, ұйқышыл келеді. Просто бұл өмірде, мысалы, ұйқыңнан тұрған кезде қандай қиындықты сен сезінесің, сол қиындықты сен сезінгің келмейді, ұбт-ға дайындалған келмейді, мысалы, сонымен сен қайта ұйықтай бересің деген сияқты, сондай кейбір оқушыда сондай оқиға болуы мүмкін. Мысалы, мен өзім ұбт-ға дайындалғанда емес, осы универге түскен кезде сондай болды.
мен ол тақырыпты жалпы мысалы қиын деп қабылдаймын сабақты. Сол қиын деп қабылдаған кейін мен оны оқығым келмейді, менде уже желание болмайды. Сол үшін барлығын ерте дайындаған дұрыс та. Мысалы универдің өзінде рубежка болатын болса, келесі апта сен оған 1 апта алдын, 1-2 апта алдын дайындаласың да. Если олай дайындалмасаң, сен ұбт-ға, рубежка барған кезде қиналып қаласың. Сол сияқты ұбт-да ол 1-2 сәт алдын, 1 ай алдын, 1-2 апта алдын дайындалатын нәрсе емес. ұбт ол айлар бойы, тіпті 1-2 жылдар бойы дайындалатын дүние. Сол үшін қазір жақсылап дайындал. И осы сендер менің ойымша соңғы потоксыңдар. Бізде 5-6 жыл сайын база ауысушы еді ғой. Мысалы 2022-де химиядан энтальпия, энтропиялар қосылып база ауысты. И 2022, 23, 24, 25, 26 сендер соңғы потоксыңдар. И осы 5 жылдың ішінде 22-ден бастап 24-ке 25-ке дейінгі, осы жылдан аралығынан нұсқа талдаулар ютубта өте көп. Ол нұсқа талдауларды, мысалы Қазақстан тарихы нұсқа талдау деп жазсаң шығады да. Содан видеоны тоқтатып қойып жаңа айтып өткендей талда, түсініп талда. Сен бар мүмкіндікті, просто тегін мүмкіндікті пайдаланбайсыңдар ғой сендер. ютубта мәлімет толып тұр, интернетте бәрі бар, іздейтін адамға. Курстардан сатып алып беріп отыр, өзіңнің Алла сенің денсаулығыңды мықты етіп беріп отыр. Күнделікті таңертең аман сен оянып жатсың, есте сақтау қабілетің бар, дұрыс па? Енді соның барлығын сен іске қосу керексің. Саған энергия күнделікті Алла беріп жатыр, жеген тамақтарың өзіңнің уайымыңсыз қорытылып жатыр да. И сол энергияны сен дұрыс жаққа пайдалан, уақытны тиімді өткіз. Мен сені марафонда күтемін, бұйыртса уақыт жайлы да, одан бөлек көптеген темаларды қозғайтын боламыз, сол бойынша жұмыстанатын боламыз. Солай бүгінгі видеомның басты мақсаты ол қаңтар ұбт-ға ертерек психологиялық тұрғыдан дайын болу. Басты түсіну керек дүние, ұбт сенің өміріңді шешпейді. ұбт бұл саған мүмкіндік, болашағың үшін, мықты қалада, күшті жерде, күшті универде оқуың үшін бұл саған өте үлкен мүмкіндік. Сен ертең жылына 2-3 миллион төлейтін оқуды тегін оқысаң, стипендия алсаң, ай сайын ойла, соның барлығын ойла, арманда. Өзіңнің арманыңды мақсатқа айналдыру, есте сақтау, оны ниетіңді жаңалап отыру деген сияқты. Осы тағы да басқа осындай өзіңді дамытатын рухани тұрғысынан сені қиналып емес, мықты болып дайындалуға әсер ететін дүние жасайтын болсаң, түсінетін болсаң, негізі ұбт қиын емес. Бастысы әрекет жасай бер, 100% әрекет жаса, тоқтама, Алла нәтижесін береді. Сен қолыңнан барлығы келеді. Мен де саған сенем, бұйыртса. Және осы видеоның астына қандай тақырыптар келесі сендерге қызық, сол жайлы жазып кетіңдер, бұйыртса видео шығаратын болам. Барлықтарыңа сәттілік, сау болыңдар. Келесі видеода кездескенше.